Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін сырные шарики тіс басарын дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар 2 ақуыз, оны разрыхлитель, сыр және панировочный сухари керек болады. Ең алдымен біз ақуызды жақсылап миксерлейміз. Ақуызға кішкене тұз қосып, ақырынан бастап жоғарыға қарай жақсылап миксерлейтін боламыз. Және осы қою масса болғанша дейін осылай миксерлейтін боламыз. Содан кейін сырды алып, жақсылап үккіштен өткіземіз. Осы үккіштен өткізген сырды манағы қою массаға қосып араластырып аламыз. Осыған ұн мен разрыхлительді араластырып қосып, тесто елейтін боламыз. Және осы дайын болған тестадан шариктер жасайтын боламыз. Осы дайын болған шариктерді панировочный сухариге батырып аламыз. Әрбір шарикті осы панировочный сухариге батырып аламыз. Осы дайын болған шариктерді қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майымыз өте қатты қызып тұруы қажет. Және де соңында осындай жұмсақ, өте дәмді сырные шарики дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте оңай және тез дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын.